Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аружан, және де бүгінгі видеосындай бір кукинг, кулинарный видео. Не дегенмен менің ұстап тұрған ыдысымнан, менің киіп тұрған фартугымнан, видеоның тақырыбынан, видеоның обложкасынан байқаған болармыз. Бүгін біз сіздермен бірге бірнеше кешкі ас дайындайтын боламыз, және де олардың барлығы оңай дайындалады деп айта аламын. Күшті, керемет бір ингредиенттер қажет емес оған, және де нәтижесінде өте дәмді, күшті зың тамақ шығады, және де сіздердің отбасыларыңызға да ұнайды деп ойлаймын, себебі менің отбасыма үнемі ұнайды. Олар всегда мен тамағыма лайк басады. Сіздер де менің тамағыма лайк басасыздар деп үміттенемін. Тағы да айта кетейін, мен керемет бір повар емеспін. Мен бірдеңені дұрыс істемеуім мүмкін. Мен деген жай ғана отбасыма күнделікті кешкі астар жасап, солай не істеп тұрамын, және де уже көп болды солай істеп жүргеніме, опытым бар кішкене, сол себептен неге опытыммен бөліспеске деп ойладым. Қазір ана жерде тамағым күйіп жатыр, сол себептен тез бастайық. Ал сіздер тамашалаңыздар. Ой, кеттік. Тағы да бір айта кететін жайт, барлық керек ингредиенттер описанияда жазылып тұр. Егер керек болса, сол жерден қарай аласыздар. Ең бірінші пиязды, картопты және сәбізді барлығын майдалап турап аламыз. Сковородкаға май құйып қыздырамыз. Қызыған майға етті салып, оған аздап тұз қосамыз. Енді майда туралған пиязды салып араластырамыз. Кейін 2-3 минуттай қуырып, ол қызарып қуырылып болған соң майда туралған сәбізді салып араластырамыз. Тағы да 2-3 минут қуырамыз да майда туралған картопты салып араластырамыз. Барлық аздап қуырылып болғанша соус дайындайық. Ол үшін 1 стақан суға 2 ас қасық томатный паста қосып жақсылап араластырамыз. Аздап қуырылып болған соң 1 ас қасық тұз, қара бұрыш және де кішкене қызыл бұрыш саламыз. Подлива сәл ащы, тұзы аздап көп болу керек. Тағы да 2-3 минут қуырып, жаңа дайындап қойған 2 стақан соусымызды құямыз. 5 минуттай кіші отта қайнатсақ, дайын болады. Гарнир ретінде кез келген өнімді қайнатып дайындауға болады. Ендігі тағамға тек қол жетімді ингредиенттер пайдаланылса да, тағам өте дәмді болып шығады. Ең бірінші картопты теркадан өткіземіз. Жұмысты жеңілдету үшін блендерден де өткізсеңіз болады. Өткізілген картоптың үстіне 2 жұмыртқа жарып, 4 ас қасық ұн қосып отырып араластырамыз. Ал енді дәміне қарай қара бұрыш пен тұз салып араластырамыз. Енді сковородкадағы қызған майға 2 бетін жақсылап тұрып қуырамыз. Қамырды жұқа қуырамыз, себебі егер қалың болса, онда ортасы піспей, картобы қатты болып қалады. Драниктерімізді үлкен отта емес, орташа ыстықта қуырамыз. Негізі бұл кәдімгі оладьи деуге болады, жай ғана картоп қосылған болмаса, оладьиден айырмашылығы жоқ. Нәтижесінде өте дәмді картопты драниктер дайын болады. Соус ретінде кетчуп қосып жесеңіз, дәмдіден беттер дәмді болады.
тағы да кешкі асқа арналған өте керемет тағам. Ол үшін бір ыдысқа фарш, майда туралған пиязды және де піскен 6 қасықтай гречканы саламыз. Кейін 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап тұрып, бір келкі массаға дейін араластырамыз. Ал енді мөлшерден кішкене көбірек тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыш қосамыз. Сковородкамызға май құйып қыздырамыз. Майымыз қызғанша котлеттерімізге форма келтіріп, одан соң ұнға домалатамыз. Дәл солай барлығын біткенше жасаймыз. Енді котлеттерімізді қызған майға салып, 2 бетінде жақсылап тұрып қуырамыз. Бірінші 7 котлеттеріміз қуырылып болған соң, келесі 7 котлетімізді қуырамыз. Бұл 7-і толықтай қуырылып болған соң, алдыңғы 7 котлеттерінің барлығын салып, үстіне біз алдыңғы подливке жасаған соус сияқты соус жасап, оны құямыз. Кейін тағы да 1 стақан жағына су құямыз. Жаңа біз котлеттерімізді жағына қуырдық, қуырғаннан ортасы дұрыс піспейді, сол себептен оны суда қайнату керек. Сонымен өте керемет тағамыз дайын болды. Дәмі одан да зың болу үшін әдеттегідей укроп қосамын. Сонымен достар, кешкі астардың бәрін жасап болдық, сіздерге көрсеттім, және де сіздердің көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Ендеше достар, келесі видеода кездескенше, пока-пока.